Барлықтарыңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге дәмі тіл үйретінде өте дәмді болып шығатындай жасалу жолы өте оңай. Творожный сыр, сливки қоспай-ақ өте доступны, яғни қолжетімді ингредиенттерден тұратын торттың рецептімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде менімен бірге дайындап көріңіздер. Мүлдем өкінбейсіздер. Үйіңіздегілерге барлығына ұнайды деген сенімдемін. Дәмі прям тіл үйретінде өте нежный және де қатты тәтті де емес, өте дәмді болып шығады. Біз ең алдымен жұмысымызды кремнен бастайтын боламыз. Барлық керекті ингредиенттерімізді осылай ыдысқа салып алып, жақсылап араластырып, газге қайнатуға жіберетін боламыз. Керекті ингредиенттердің барлығын төменде описаниеде жазып қалдыратын боламыз. Сол жаққа өтіп, қарап көрсеңіздер болады. Және де осы кремнің рецептісін міндетті түрде сақтап алыңыздар. Бұл торты жасамайтын болсаңыздар да, кез келген трайфл болсын, бір тәтті жасап жатқан кезде қолдансаңыздар болады. Өте дәмді кремнің рецептісі, сақтап бағалыңыздар. Осылай газге қойып пісіріп, тоқтаусыз араластыра отырып, осылай қоюланған кезде астын сөндіріп, суытуға жіберетін боламыз. Содан соң бірден бисквитіне кірісеміз. Жұмыртқаның ағынан сарысын ажыратып аламыз. Сарысына осылай керекті ингредиенттерді қосып, араластырып дайындап алатын боламыз. Бұны шетке ала тұратын боламыз. Содан соң жұмыртқаның ағуызына азырақ тұз салып, жақсылап көпірем дегенше осылай микселейтін боламыз. Аппақ болып көпіріп шыққан соң қантымызды жай-жайдан қоса отырып, қатты, яғни өте формасын жақсы ұстайтындай безе жасап алатын боламыз. Жаңа айтып өткенімдей, керекті ингредиенттердің барлығын төменде описаниеде жазып қалдыратын боламын. Безе дайын болған соң, яғни жұмыртқаның сарысынан пайда болған массамызды қосып, онда жақсылап араластырып алатын боламыз. Содан соң барлық құрғақ ингредиенттерімізді қосып, лопатканың көмегімен жоғарынан төмен қарай араластырып, бисквитімізді дайындап алатын боламыз. Онда көп қосудың қажеті жоқ. Міндетті түрде описаниеде қалай жазылып тұр, дәл солай қосыңыздар. Сұйық болып қалады деп ойламаңыздар. Мен осылай 24 сантиметрлік қалыпқа салып, 180 немесе 200 градуста 35-40 минут аралығында пісіріп алдым. Өте тез піседі, қарайлап тұрыңыздар. Осылай ағаш салып көрген кезде бисквитімізге жабыспаса, яғни піскен болады. Содан соң бисквитімізді бірден суытуға жіберіп, жаңағы заварной кремімізбен маргаринді жасылап миксерлеп алатын боламыз. Ең алдымен бөлме температурасындағы еріп тұрған сармайымызды ыдысымызға салып, жақсылап миксерлеп, сосын осылай заварной кремімізді бір-бір қасықтан сала отырып, жақсылап миксерлеп алатын боламыз. Осылай бізде кереметте өте дәмді көрінісінде көріп тұрған боларсыздар. Өте аппетитный болған креміміз дайын болып шығатын болады. Ендігі кезекте тортымызды жинауға кірісетін боламыз. Осылай бисквитімізді екіге бөліп алып, ажыратып алатын боламыз. Содан соң үстінен пропитка шашатын боламын. Мен пропитканы жай ғана сгущенкамен суды араластырып алдым. Сіздер кез келген пропитка қолдансаңыздар болады. Осылай астыңғы бөлігіне пропиткамызды шашып, жақсылап намдап алған соң, үстінен креміміздің барлығын салып, жақсылап тегістеп, және де үстіңгі бисквитімізді де жақсылап пропиткамен намдандырып, бетінен салып, пешевой пленкамен жауып, бір түнге немесе ең кем дегенде 6-8 сағатқа холодильникке қалдыратын боламыз. Содан соң бетіне шашатын, яғни бетіне құятын помадканы дайындап аламыз. Осы помадканың да рецептісін сақтап алсаңыздар болады. Жаңа айтқандай трайфл, кез келген тәтті жасайтын болсаңыздар, бетіне помадка құятын тәттіні жасайтын болсаңыздар, шоколад сатып алмай-ақ, осы оңай жолмен үйде бар ингредиенттермен жасалатын помадканы жасап, газге қайнатып алып, қойылған соң, онда газден алып, ыстық күйінде торттың үстінен құйып жіберіп қолдансаңыздар болады. Мен дәл осы жерде өте үлкен қателік жібердім. Менде қонақтар келетін болған соң 2-ақ сағат ұстадым холодильникте. Сол үшін кішігірім тортым еріп, өзінің формасын жақсы ұстамай қалды. Әйтпесе былай дәмі өте керемет деп қонақтардың барлығы рецептісін сұрап, барлығы мақтап, осылай әдемі шаймен ішіп алды. Сіздер ең кем дегенде 6-7 сағат холодильникте ұстасаңыздар, өзінің формасын өте әдемі ұстап тұрады. Содан соң өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша осылай безендіріп алсаңыздар болады. Мен тек қана жан-жағынан кокос шашып, бетіне баунти шоколадтарын қойып шықтым. Сонымен біздің өте керемет дәмді тортымыз дайын. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер. Менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Видео рецептін ұнаған болса лайк бас, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Менің арнамда авторлық рецептермен және де тегін мастер-класс
қарсыластармен бөлісетін боламын. Сондықтан міндетті түрде тіркеле өтіңіздер. Ал ас болсын келіншектер, сау болыңыздар.